Саламатсыздар ма, құрметті табиғат қорғау саласында жүрген азаматтар және табиғатқа деген жанашыр азаматтар. Менің аты жөнім Молдахан Жанарбек. Жоңғар Алатау мемлекеттік ұлттық табиғи паркінде жануарлар дүниесін қорғау және өсу молайту бөлімінің басшысы болып қызмет атқарамын. Жалпы бүгінгі тоқталатын тақырыбымыз 2025 жылғы жануарлар дүниесін қорғау және өсу молайту бөлімінің жұмысының мақсаты мен міндеті. Енді міндетіне келетін болсақ, жалпы бөлімнің жылдық жұмыс жоспары бекітіледі. Ол жерде әр сала бойынша қарастырылады. Негізгі жыл басынан басталатын жұмыс жоспары мемлекеттік инспекторлардың біліктілігін арттыру болып табылады. Ол жерде негізгі біліктілікті арттыру дегеніміз, қорғау саласында мемлекеттік инспектор өзін қалай көрсету керек, қасақылық жасаған, болмаса заң бұзушылық кездескен жағдайда мемлекеттік инспекторлар заң бұзушының алдында өзін қалай ұстай білу керек, хаттама толтырған кезде қалай толтыру керек, қандай заңдар қолдана білу керектігі туралы үйретіледі. Сонымен қатар мемлекеттік инспекторлар парк аумағындағы санақ жұмыстарын жүргізген кезде қандай әдіс тәсілдер қолдану керек, әр жануардың өз ерекшелігіне қарай әдіс тәсілдер болады, соларды оқытады. Және парк аумағындағы мекендейтін жануарлардың түрлері, солардың биологиялық ерекшеліктеріне түсіндіріліп оқыту жұмыстары жүргізіледі. Сонымен бірге мемлекеттік инспектордың жұмыс қызмет ету барысында қызмет қару қолдану тәртібі бар. Сол тәртіпте оқытылады. Мемлекеттік инспектор қызмет қаруды қалай пайдалану керек, қандай кезде пайдалану керек, қандай жағдайда қолдану керектігі түсіндірілетін болады. Жалпы мемлекеттік инспекторлардың біліктілігін 48 сағаттық оқу бағдарламасы аясында үйретілетін болады. Негізгі міндеті осы. Келесі міндет бөлімнің жұмыс жоспарында парк аумағында мекендейтін сүтқоректілердің қысқы санағы деген бар. Сол жұмыс жоспарында көрсетілген. Оның мақсаты жалпы парк аумағында мекендейтін, тұрақты мекендейтін және көші-қон кезінде келіп кететін жануарлардың санын анықтау, мекендейтін орнын анықтау, сонымен қатар олардың биологиялық ерекшелігіне қарай экосистемадағы жүйені анықтау болып саналады. Қызыл кітапқа кірген жануарларды бөлек санақ жұмыстары жүргізіледі қыс уақытында, және көктемгі уақытта сол қысқы санақтың аяғы көктемге ұласатындықтан көктем кезінде де санақ жұмыстары жүргізіледі. Енді келесі жұмыс жоспарының кезең-кезеңмен тоқталатын болсақ, келесі кезеңде, мысалы, көктем шыққаннан кейін баршамызға белгілі, әр сүтқоректілердің ішінде тұяқты жануарлардың көктемде минералдық қоректену қажеттілігі туындайды. Осыған байланысты көктем уақытында парк аумағында тұз жалақтарға қосымша тұз салынады. Сол тұз жалақтарында қосымша тұз салынғаннан кейін сол жерлерде тұрақты бақылау жүргізу мақсатында фототұзақтар құрылады, және сол жерге келіп кеткен жануарлардың іздері анықталады. Сол жерде санақ жұмыстары жүргізіледі. Оның әрбір тұз жалақтың қаншалықты керектілігін көрсететін болады. Тұз жалақтардың минералдық қоректендірудің қажеттілігі ол көктемде өте қажет болғандықтан осы биотехникалық шаралар жүргізіледі. Ол жануарларға өте парк аумағында тұрақты мекендеуіне және аурудың алдын алуға, қотыр болуына, болмаса организмнің жетіспеушілік туындамайтын жағдай туындатамыз. Сонымен қатар жалпы негізінде Жоңғар Алатау ұлттық табиғи паркінде аса бір қосымша шөп беру аса бір қажеттілік туындатпайды, бірақ дегенмен де кейбір жылдары қыстың қатты болуына байланысты
қосымша шөп дайындаймыз. Мемлекеттік инспекторлар тарапынан әр филиал өзінің аумағында арнайы көп жылдық зерттеу бақылау жұмыстары нәтижесінде жалпы тұяқты жануарлардың мекендейтін ортасында шөптер дайындалады. Сол шөптерді қосымша қоректендіру мақсатында. Бірақ та кейбір жылдар қар жұқа болған кезде жануарлар күнгей беттерде жайылып, біздің дайындаған шөптерді аса жемейді. Ал кейбір жылдары нақты қар қалың болған кезде сол қосымша дайындалған шөптерге келіп қоректеніп жатқан жайлары бар. Онда фототұзақтың құру арқасында сол жұмыстарды байқадық. Жалпы бөлімнің жұмыс жоспарының ішінде бірден бір үлкен бөлім болып қаралады қорғау жұмысы. Тек қана бөлімнің ғана қорғау жұмысы деп есептелмейді. Бұл жерде мемлекеттік инспекторлар да осы бөлімнің жұмыс жоспарына сәйкестендіріліп, жұмыс жоспарын жасайды. Сол жұмыстың арқасында тұрақты рейдтік іс-шаралар жүргізіліп отырады. Тұрақты іс-шаралар, рейдтік іс-шараның мақсаты парк аумағында заңсыз ағаш кесу, заңсыз аң аулау және парк аумағына заңсыз кіру фактілерді болдырмау. Ондай жағдайлар болған кезде міндетті түрде әкімшілік құқық бұзушылық бойынша хаттамалар толтырылады. Сонымен қатар кейінгі жылдары мемлекеттік инспекторлар бөлімнің жұмыс жоспарының ішінде смарт құрылғысын пайдалану арқылы қызмет етіп келе жатырмыз. Енді бұл жерде тоқтала кетсек, смарт құрылғысының ерекшелігі парк аумағындағы әрбір болған істі смарт құрылғысына тіркей отырып, нақты дәлелдер келтіруге, нақты координаттарды болып жатқан жерлердегі жүрген маршруттардың барлығын смарт құрылғысына сызып, координаттар алуға мүмкіндіктер береді. Сол смарт құрылғысында атқарылған жұмыстарды кейін өңдеп, мемлекеттік инспектордың болмаса бөлім қызметкерлерінің қаншалықты қайда барғаны, қанша шақырым жүргені, қандай жұмыс атқарғанын осы смарт құрылғысымен бағалауға мүмкіндіктер береді. Жалпы парк аумағында жылына әрбір жануардың ерекшелігіне қарай кезең-кезеңмен санақ жұмыстары жүргізіледі. Қыс айында бағана тоқталып айттық. Қыс кезінде қысқы санақ жұмыстары жүргізілсе, көктем шығысымен құстардың келуіне байланысты парк аумағында мекендейтін қызыл кітапқа кірген және басқа да құстарға санақ жұмыстары жүргізіледі. Содан кейін санақ жұмыстары жаз айында жалғасып, соңы қараша айының аяғына дейін жүргізіледі. Бұл жердегі санақ жұмыстарын қайта-қайта жүргізу дегенде бір түрді қайта-қайта санау емес, әрбір жануардың биологиялық ерекшелігіне қарай солай санауға тура келеді. Содан кейін көктемде қорғау жұмыстарын күшейту мақсатында әрбір парк аумағында мекендейтін қара құрылардың шоғырланған аймақтарында рейдтік шара күшейтіледі. Себебі көктемде шағылысу кезінде қара құрлар ашық алаңқайларға шығып, жақын маңайындағы адамды да елемей шағылысып жатқан кезде оларды адам қасақылық болуы, болмаса басқа да жануарлар тарапынан өте қауіп төндіреді. Сол кезде мемлекеттік инспекторлар мен бөлім қызметкерлер тарапынан қорғау жұмыстары күшейтіледі. Дәл қазіргі уақытта парк аумағында қара құрды қасақылықтан қорғау және басқа да шаралар бойынша рейдтік шаралар жүргізілуде. Сонымен тағы да күз айында маралдардың шағылысу кезінде де маралдардың бұқалары шағылысу кезінде
адамнан да қорықпайтын деңгейге жетеді. Сол кездерде қасақылықтан қорғау мақсатында парк аумағында рейдтік шаралар күшейтіледі. Қалған кезде штаттық режимде қорғау шарасы жүргізілсе, осындай ерекше уақыттарда күшейтілген түрде шаралар атқарылады. Сонымен қатар филиалдың аңшылық танушы мамандарына жыл сайын бөлім жұмыс жоспарымен бірлесіп, оларға да жұмыс жоспары беріледі. Мемлекеттік инспекторларға да осы жұмыс жоспары беріледі. Жұмыс жоспары жалпы 28 пункттен тұрады. Атап айтатын болсақ, негізгі бұл жұмыс жоспарының мақсаты, ең соңына келетін болсақ, парк аумағындағы жабай жануарлардың адам тарапынан және басқа да жабай жануарлардың сыртқы ортадан болатын қауіптерден қорғау. Тыңдағандарыңызға рахмет.